Абай Құнанбаев 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 тілі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдерді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Абай Құнанбаев 32-ші қара сөзі. Білім, ғылым үйренбекке, талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзін біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, хам әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузур, хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп, үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңіл жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін, көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренесің. Ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе, азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасудшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. 100 тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сезімшіл, ғорулық, мақтаншық, хусудшілік бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келетұғынын өтіріктен де, өсектен де, ұрыс төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждихаттығымен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең айырылма. Егер де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтегімеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге 2 қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу. Бұл 2 қуат
зорайту шахатіндей болу керек. Бұлар зорамай, ғылым зораймайды. Бесіншісі, осы сөздің 19 бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз, салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинһар, жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі Құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, Әлихан атамыз айтқандай, ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің берекеттігі бұзылады. Онан соң оқып үйренгенде пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенді тұрарлық мінезде, азғырылмайтын ақылды, арда сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын.